Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге құлпынайдан тосап жасайтын боламыз. Құлпынайымыз керемет, өте дәмді, әрі тез оңай жасалады. Видеоның соңына дейін қарап, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құлпынайымызды мұздай суға салып, жуып аламыз. Жуылған құлпынайымызды осылай жапырағын алып шығамыз. Жумай тұрып жапырағын алып шықса, құлпынайдың ішіне су кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін осылай тазалап аламыз. Міне құлпынайымызды тазалап алдық. Енді оны қайнататын ыдысқа құлпынай салып, үстінен қант салып, тағы да құлпынай салып, үстіне қант салып, 5-6 сағат уақытқа қойып қоямын. Менде бұл жерде 2 килограмм құлпынай, 800 грамм қант салдым. Құлпынайымызды 5-6 сағат аралығында қойып қойдым, бетіне осылай суы шықты. Енді оны оттың астына жай қойып, қайнатып аламыз. Бетіне осылай көбігі шықты, көбігін алып тастаймыз. Құлпынайымыз 5-10 минут аралығында қайнаса жетеді, көп қайнатудың қажеті жоқ. Құлпынайымыздың астын өшіріп, суығанша қойып қоямын. Тағы да суығасын, тағы да 5 минут қайнатып, суығанша қойып, осылай 2-3 рет қайталап банкамызды жабамыз. Міне біздің құлпынай тосабымыз дайын болды. Менде 1 литр ғана құлпынайдың тосабы шықты. Солай болса да мен банкасын жауып көрсетемін. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылайша бір банка болса да құлпынайдың тосабын жасауды жөн көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.